екен. Жақсылығым, сен жыладың, сезімің жасып ағып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болып қалды деп, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ селт етпедім. Білем сенің тағдырын ерке еткенін. Білем сені өр, көңіл, жомарт едің. Енді бүгін қалай бұл керіп кеткенін. Жай жарар өткен күн ұраларына. Қарау керек бауырым саған алға. Басындағы бөрік пе орамал ма? Бөрік болса ұстез басқа киге. Көз жасымды көрсетпе жас сәбиге. Көз жасымды көрсетпе сұранамын. Әй жігіт, сен маған ұнамадың. Ерлік пенен ерліктің жолы қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым. Көз жасымды көрсетпе сұранамын. Көтергәне басымды қалай бұның. Бұл боп еріп кеткеме барай бұның. Көтергәне басымды күнінде босқа өткізіп бедің. Тағдыры неге сыр айтты сарам. Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыз еді кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сөнбейді деп, асауды мінемейді деп, ақ көйлекті кірлемейді деп, қара ешкі үжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайды деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес айбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Әйтсе де кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар. Жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын